Баршаңызға сәлем. Өтініш, құрметті тыңдарманым, арнама тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісе кетсеңіз. Көптен көп рахмет. Біздің ауыл шағын, ұзын екі көшесі бар, бірінде қытайлықтар, екіншісіне советтіктер тұрады. Қытайлықтар дегенім Қытай емес, Қытайдан көшіп келген қазақтар. Советтіктер жергілікті тұрғындар. Жергіліктілер оларды онша жақтыра бермейді. Жинақы емес, ұбатылып-шұбатылып жүргені деп сырттай тыржыңдап қояды. Олар да жергілікті жұртпен тонның ішкі бауындай араласып кете қоймайды. Ішкендері арақ, тартқандары темекі, қыздарының қайсысы, келіндерінің қайсысы екенін білмейсің. Шолақ етек көйлек киіп сандарын жалтыратып, орыстың аузын жалап отыр, деп. Бірақ кейде олар Совет көшесінен, Совет көшесіндегілер Шанхай аталып кеткен аймақтан үй салып араласып құраласып қалады. Қытайдан келген Әсем ханым ананың үйі біздің үймен көрші. Менің апам ол кісінің жасаған тамағына да, жуған кіріне де сөйлеп отырады. Кірін дарбаза есепті қойған қада ағаштың басына жаятыны несі? Қорадан үйінің тұсына дейін жіп тарта салу қиын ба? Нанын қолдың аштықсымен ашытып, қыжылдатып жібереді деп сыртынан бір қолдайды. Қытай кемпір деп дүңк еткізеді. Жалғыздығы ниетіне қарай ғой деп қосып қоятыны да бар. Апамның осынысы маған ұнамайды. Бірақ бетіне келмеймін. Іште Әсем ханым анаға бүйрегім бұрып тұрады. Бойында бір жылылық бар. Соны саған бергісі келіп тұратын секілді. Оны шашымды өргізуге барғанда сезгенмін. Менің шашым ұзын, қалың. Өзімнің өруге шамам келмейді. Апама өргізсем шатастырады да мінезің қандай жын мінезді болса, шашыңда сондай деп жұлмалап тастайды. Шашымды тартып өргенде қабағымның терілері де жоғары тартылып, көзім ежірейіп, бет-жүзім бұзылып кетеді. Соны байқаған Әсем ана, мектепке баратында шашыңды мен өріп беріп тұрайын. Апаның ұсақ балалардан қолы тимейді деп, шашымды екі бұрым етіп, ұшына ақ бантик байлап өріп береді. Маңдай тұсыма кекіл жасап қоюды да ұмытпайды. Шашым әдемі өрілген соң ба, әдемі болып кеткен деймін. Апам екеуміз бертін келе сырлас болып кеттік. Сабақ біткен соң ылып етіп сол кісінің үйіне кетіп қалуды шығардым. Ол кісі шешіліп әңгіме айтып бір шерін тарқатса, мен жабдығы мол шайға қанып жадырап қаламын. Апа, ата өліп қалған ба? Дедім бір күні шай үстінде. Әй, шай жоқ. Селк ете түсті. Кішкентай бала мұндай сұрақ қояды деп мүлде ойламаса керек. Иә, жоқ, білмеймін. Апа қатты сасқалақтады. Мен тақымдап қоймадым. Сонда тірі болғаны ғой. Бұл туралы білуге құштарланып тұрғаным да шамалы. Әйтеуір бір нәрсені сұрап, апаны әңгімеге алаңдатсам ба деймін. Апа әңгіме айтқанда шайымды әлсін-әлсін демдеп, жылы жұмсағында дастарханға мол нан салады. Бұл жолы мен күткендей болмады. Апам жыласын кеп. Жаңа ғана тап-тұйнақтай болып тұрған үйдің ішін азынаған жел алып кеткендей болды. Үлкендердің қараптан-қарап тұрып жылағанын көрмегенім бе, әлде ойламаған жерден болған соң ба, арқам құрысып, желкем тартылып, іштегі запыран кеудемді керіп жіберді. Біраздан кейін апа өксігін басып, күйеуімнің де, балаларымның да өлі тірісін білмей құса болып жүрген жоқпын ба мен осы ормаңдай, деп қайта солқылдады. Қытайда қалды ғой солардың бәрі. Оның хабарын кім айтады маған? Мені кім жібереді ол жаққа? Мен де мұңайып қалдым. Әсем апа ұлдан да қыздан да жалғыз екен. Ата-анасы сонау 30-шы жылдары Қытай жеріне өтіп кетсе керек. Апа сол жерде дүниеге келіпті. Ерке өсіпті. Бетіне қараған жалғыздары ата-ананың көңіліндегідей адамға тұрмысқа шықпапты. Әлде қыздарын күйеу балаларынан қызғанғаны ма екен? Әйтеуір әке-шешелерінің құдышқа көңілдері жібімей қояды. Әсем апа екі балалы болған кезде Кеңес елі мен Қытай елі арасында шекара ашылып, әке-шешесі атамекенге қайта оралуға құжаттарын әзірлей бастайды. Осы кезде әкесі Әсем ханға, той құжаттағы тіркеме бойынша сен де бізбен бірге жүруіңе болады, деді. Құдыш ше? Оны өздерің шешіңдер. Барам десе ол да құжатын дайындасын. Әкесі түтігіп үйден шығып кетті. Осы сендер құдышты сыртқа тепкендеріңді қашан қоясыңдар? Ол сендерге не істеді? Жазығы алдарыңнан қия өтпегендігі ме? Әлде кедейлігі ме? Әсем хан ашына отырып бар ашуын шешесінен алғандай долданған. Адырам қалсын. Есігіне 2 адам, төріне 4 адам шығып көрмеген немеңді несіне қорғайсың? Мен онда Қазақстанға бармаймын. Ата жұртым сол жақ болғанмен туған жерім осы жер. Оның үстіне осында түтін түтеттім, бала таптым.
Одан артық маған не керек? Өзің біл. Шешесі осыны айтып сыртқа шығып кетті. Әсемханның жұдырықта жүрегінің жұлма-жұлмасы шықты. Бір жақта өз отбасы, күйеуі мен балалары. Екінші жақта самайларын ақ қырау шалған, алдағы жүрер жолынан артта қалған жолдары ұзақ, қалтылдаған кемпір шал. Әкесі қызының осында қаламын деген естігеннен кейін бүк түсіп ауырып қалды. Құдышпен сөйлесіп көріп еді, ол да әке-шешесінің сөзін жерге тастай алмайды. Құдыштың әкесі большевик дегенді жек көреді. Кәмпескені көрген. Ол кісі адам бойындағы барлық жамандық қызылдардан жұғады деп ойлайды. Көшкісі келмейді. Бұл үйде де күнде ырың-жырың, отбасының берекесі әбден кетті. Қарашаның қара суығы астан-кестен тіршілікті ала келді. Әсемханның әке-шешесі буынып-түйініп көшті күтіп отыр. Мұның да, Құдыштың да құр сүлдері қалған. Айналасындағылар шекарадан ананы алып өткізбейді, мынаны алып өткізбейді екен. Бұл жақта ана туысымыз бар, мына туысымыз бар. Не болса да туған жерге табанымыз ілінсінші деген сияқты әңгімелерді гулетуде. Ию-қию машинаға жүк тиеген кезде басталды. Аспан айналып, тауқылап, жер көшіп жатқандай. Әсемхан үшін әке-шешесінің түк көтеріле көшіп жатқаны қайғылы болды. Машина қозғала бергенде шешесінің жалғызым көрме сенің бір уыс топырағында салынбайтын болды-ау деп аңыраған даусын естігенде тұла бойы қалтылдап, тырнақтарына дейін жарылып кеткендей сезілді. Тынысы тарылып, есі кетті. Әке-шешемнен қалмайын деп жұлқынып орнынан тұрғанын біледі. Одан арғысы есінде жоқ. Әсемхан бөтен ел, бөтен жерде көшін ашты. Ел абыр-сабыр, шекаралық тексеріс өткізіліп жатыр деді. Бұл жерге қалай қайтып келіп қалғанын білмейді. Балаларын да әзірге іздей қойған жоқ. Сау адам емес секілді. Сөйлейін десе тілі күрмеледі. Қол-аяғында қозғай алмайды. Әсемханның көңілі бүтінделмей қойды. Оңаша қалса ойлайтыны қос ботасы мен күйеуі. Әсіресе екі баласының күйігі ішке түсіп кеткендей. Күн мен түннің, жаз бен қыстың айырмасы жоқтай. Дүниеде менен өткен сорлы жоқ шығар деп ойлайды. Өз бақытсыздығын өзінен, не тағдырынан көрерін білмей дал болады. Осылай есі жиылмай өн мен түстің арасында жүргенде уәделесіп алғандай-ақ әке мен шеше бірінен соң бірі араға 40 күн салмай о дүниеге аттанып кетті. Сүле сапа мең-зең қалыптан арылмаса күн көре алмайтын болды. Сәл ширығып еді, көңілдегі зар беріш болып қата бастады. Бертін келе әйелі өлген бір-екі еркек айттыратын ниет білдіріп еді, оны Әсемханның өзі қаламады. Міне, содан бері де 20 жыл өтіпті. Балаларының үлкені аман болса 25-ке, кішісі 23-ке келеді екен. Сол жақтан хабар боп қалар мекен деп елеңдейді. Көңіл түкпірінде бір үміт бар. Сол үміт қана мына тірліктен қол үздірмей тұр. Әйтпесе, апа, балаларыңызға хат жазып берейін бе? Деймін қайтып жұбатарымды білмей. Ол хатты кім жеткізіп береді? Тағы шарасыз күйге түсеміз. Онда бір бала асырап алсаңызшы, ақылды ой айттым деп ойладым. Іштей мені асырап алса ғой, қалай жақсы болар еді деп қоямын. Апа үндемеді. Тіршілік өз дегенмен жүріп жатты. Дүниеде өзгеріс көп. Еліміздің тәуелсіздігімен бірге сырттағы қандастар ата жұртына оралды. Тек Әсемхан апаның тіршілігі өзгеріссіз. Үйге кіреді, шығады. Кейінгі кездер онсыз да азайып кетті. Көрші ауылға Қытай жерінен көп балалы отбасы көшіп келіп қоныс теуіпті. Ақ көңіл жандар екен. Ауыл адамдармен емін-жарқын араласып кетті. Үйіне дәмге шақырған ауылдастарына барып, өзі де оларды шарқырады. Сол жерде әңгімеден әңгіме шығып, отағасы басынан өткендерін айтады. Мына үлкен екі ұлдың шешесі баяғыда әке-шешесімен осында кетіп еді. Содан хабарымыз болмады. Әке-шешесінің ата қонысы осында болатын. Содан бір хабар бола ма деген үмітіміз де жоқ емес, деп жиналғандарға қарайды. Егер де айтып отырған адамыңыздың аты Әсемхан болса, кемпір мен шалдың жалғыз қызы болса, өзі Қытайдан келсе, сондай бір адамның мына көрші Қырғызсай ауылында тұратынын білеміз, десті жиналғандардың бірі. Жұрт мұндайда қойсын ба? Құдыш пен қос баласынан бұрын біздің ауылға хабаршы келді. Сол күні біздің ауылдың тайлы-таяғына дейін желпініп, желігіп бір-бірінен шын көңілдерімен сүйінші сұрап жатты. Біреуі қазанға ет салып, бірі отын жағып шырайлана жүгіріп жүр. Қытайдан келген десе, кіржіне қалатын менің апам да бүгін ерекше ажарлана қалыпты.
ауылдың 6 ауызын айтып, дастарханның сәнін келтіріп отыр. Бірінің қамын бірі ойлаған құтты ауыл екенсіздер. Балаларым мен өзімнің 40 жылдан бері іздегенім осы Әсемхан еді. Шекара жабық болып қолым жетпеді. Әсемхан бергі бетке өтіп кеткеннен кейін 3-4 жыл келіп қалар деген үмітпен жүрдім. Содан тірі адам тіршілігін жасайды дегендей, 2 балаға ана болсын деген ниетпен үйленгенмін. Құдайға шүкір, бұтақсыз емеспін. Одан 5 балам бар. Балаларымның бәрі өз алдына отау тігіп, немере шөберелі болып отырмын. Алдарыңыздан өткенім болсын. Бәйбішемді қолыма аламын. Осы ауылдың қызы болып қалды ғой, баталарыңызды беріңіздер, деді құдыш қария. Біздің ауыл жаңарып, жасарып кеткендей. Әсемхан апа ерекше мейірлі, өзін тіп-тік ұстайды. Осы баланың ниеті жақсы. Хат жазып берем деуші еді деп мені дүйім жұрттың көзінше мақтап қойды. Менің танауым делдиіп кетті. Тек апам көрші ауылға көшіп шашып дұрыс өрілмей қалатынына сәл-пәл қынжылғаным болмаса. Сізге бүгін әсерлі әңгіме сыйлаған өмір жолы арнасы және мен Әсемханым. Әңгіме әсерлі болсын десеңіз, бізді қолдап, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп арнама тіркелуді ұмытпаңыз.